Ассалаумағалейкум құрметті достар, менің есімім Мақсат Мұстығұлы, білгім келеді YouTube арнасының жүргізушісі. Құрметті достар, әрбір қазақстандық азамат жеке тұрғын үй салу үшін мемлекеттен 10 сотық жерді тегін ала алады. Егер сіз кезекке тұрған болсаңыз жер теліміне, оны қалай тексерем, қайдан көрем деген сұрақ туындауы мүмкін. Оның бірнеше жолдары бар. Бірінші жолы жергілікті әкімшілікке барып тексеріп көрсеңіз болады, нешінші кезекте тұрғаныңызды және кезектің жылжып жатқанын. Екінші жолы ол онлайн арқылы. Яғни бүгін біз осы онлайн арқылы жер теліміне тұрған кезектің нөмірін қарап үйренетін боламыз. Алдымен құрметті достар, менің YouTube арнама тіркеліп кетіңіздер. Менің YouTube арнам білгім келеді деп аталады. Сіздер үшін жай ғана әрекет болуы мүмкін, бірақ мен үшін каналдың алға жылжуы үшін үлкен жетістік, алғыстарыңыз деп қабылдаймын. Алдымен біз бірнеше жолын айтып өтейін. Бірінші жол ол YouGov арқылы кірсек те болады. YouGovқа кіреміз алдымен. Кіру етіп арқылы кіреміз біз. YouGov ашылғаннан кейін бізде жылжымайтын мүлік бағанына өтеміз. Одан кейін жер қатынастары бөліміне өтеміз. Мына көріп тұрсыздар, жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру деген баған бар. Соның үстіне шертеміз. Егер кезекке тұрмаған болсаңыз, онлайн сұрау арқылы кезекке тұрсаңыздар болады. Құрметті достар, қалай кезекке өтініш тастау керек деген білгілеріңіз келсе, үйренгілеріңіз келсе, комментарийға пікірге жазып кетіңіздер. Мен осы бойынша тағы бөлек видео түсіретін боламын. Бүгінгі сабақ тек кезекке тұрған болсаңыз, кезек нөмірін қарау. Желі қойылатын сұрақтар деген бағанға өтеміз. Желі қойылатын сұрақтар. Ас жағына өтсек, мына жерде мына сайт бар. http://map.gov.skz деген. Соны көшіріп аламыз. Жаңа адресті енгізу жолағына басамыз. Осы сайттың сілтемесін осы видеоның астына пікірге және сипаттамаға қойып кетем. Сол арқылы кірсеңіздер де болады. Тілді ауыстыруға болады. Бастапқыда орыс тілі болып тұрады. Қазақ тілге қою үшін сол жақ төменгі бөлікте KZ деген бар. Соны басамыз. Міне сайт қазақша тілге ауысады. Бірден авторлану дегенде басуымыз қажет. Себебі бізге ыңғайлы болады. Көріп тұрсыздар, өзіңіздің аты жөніңіз мына жерде шығып тұрады. Осының үстінен бассаңыз, сіз кезекке тұрған жер телімдерінің нөмірлері шығады. Яғни мен Шардара қаласына кезекке тұрғам, Шымкент қаласына және Түркістан қаласына жер теліміне кезекке тұрғамын. Осы жерден нөмірі кезектің, одан кейін өтініштің нөмірі, өтініш берілген күн және статусы көрініп тұрады. Мәселен, Шардара қаласының үстінен басайық. Көріп тұрсыздар, мына жерде мен 5982 орында тұрмын. Менің астымда мына кісілер тұр уже. Бұл кезектің ең соңына бару үшін мына белгіні басқа жеткілікті, яғни оңға қараған сызықша бар алдында стрелка. Соны бассақ, кезектің ең соңына барамыз. Бұл жерде кезекке өтініш тастаған адамның аты жөні, ені бар ма жоқ па ол белгісі, одан кейін өтініштің нөмірі, тіркеу нөмірі, өтініш берілген күн және статус аймақ дегеннен тұрады. Бұл жерде мыналар әкімшілікке барып өтініш қалдырған адамдар жырты сызықшасы 52 деп жазылып тұрады. Ал мына соң жақтарға қарайтын болсаңыздар, тек қана цифра. Неге себебі? Бұлардың барлығы YouGov арқылы өтініш қалдырғандар. Осылай кезекті көрсеңіздер болады. Міне, мен Шымкент қаласында кезекті көрейін өзім күн. 147.360 кезекте тұрмын. Менің алдымда, менің кейінде қаншама адамдар бар.
ең соңғы 280.302 адам Шымкент қаласына жер теліміне кезекке тұрған. Яғни бұл сәуір айының 29-на дейін кезекке қойылған. Одан кейін кезекке алынбаған. Мына жерде қараңыздар, құрметті достар, представлен ЗУВРК деген қарайтын болсаңыздар, бұлар уже жер телімін алып қойғандар. Бұларға қайтып жер телімін өкімет бермейді. Сондықтан мына тізімде бұлар жер алып қойған деп есептеледі. Мына жерде көріп тұрсыздар, қызылмен белгіленіп тұр. Бұл неге себебі? Бұл кісі өтініш қалдырған, бірақ ЖСН-ін дұрыс жазбай кеткен. Сол себептен мына жерде наличие ин деген жерде бұда жоқ деп тұр. Бұны түзету үшін өтініш берген әкімдігіне барасыз, я болмаса осы сайттың өзінде мына жерде жаңа не қосылған. Деректер сәйкес келмеген жағдайда өтініш беріңіз деген. Яғни онлайн өтініш беруге болады. Осыны басып, қажетті бағандарды толтырып, жұмыс жасай беруге болады. Міне, құрметті достар, осылай жер теліміне тұрған кезеңіңізді көрсеңіздер болады. Тағы айта кететін жайт, мына жерде фамилияңыздың үстінен шеткен кезде мынандай не шықпауы мүмкін кейбіреулерде. Оны қалай тексереміз дейді? Ол кезде біз сол жақ бөлікте ЖУ алуға кезекте тұрғандардың тізімі, я болмаса орысша айтатын болсақ, реестр очередников на получение ЗУ дегенді басамыз. Сол жерде аймақтар тізімі шығатын жерде облыстар. Сіз қай облысқа өтініш қалдырдыңыз? Мәселен, мен Түркістан облысы дейін. Түркістан облысының ішіндегі белгілі бір ауданға өтініш қалдырам. Сол үшін мен тудың белгісін басам, жалаудыкін. Осы облысым тұсындағы бастым. Аудандар шығады. Қай ауданға өтініш қалдырдым? Шардара ауданы, жалаушаны басамыз. Шардара қаласына өтініш қалдырған. Егер сіз басқа аймақтар болатын болса, мысалы ауылды жерлер болатын болса, осыны басасыз и мынаны басып ауылдағы нені көрсеңіз болады. Мәселен, ауылдан көріп өтейін мен. Мына жерде мен өтініш қалдырмағанмын бұл ауылға. Мынандай шығатын болса, яғни өтініш қабылданбаған, неге я болмаса өтініш берген жоқсыз деген мағына. Өйткені мен Қоссейіт ауылына өтініш бермеген, Шардара ауданына берген, қаласына берген. Оны көру үшін өзіңіздің фамилияңызды жазасыз. Міне, 5982-ші кезекте тұрмын. Менің өтінішімнің нөмірі көріп тұрғандарыңыздай. Құрметті достар, осылай өзіңіздің аты жөніңізді жазып, жер телімінде кезекте нешінші орында тұрсыз, қай жерге тұрдыңыз, соны көре аласыздар. Құрметті достар, видео пайдалы болса, пікір қалдырыңыздар, лайк басыңыздар. Назарларыңызға рахмет.